Армысыздар, білім алушылар. Сіздермен Гүлдана Абдекеқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы HTTP гипермәтіннің берілу протоколы және веб-сервер. Сабақтың мақсаты HTTP гипермәтіннің берілу протоколын және веб-сервердің қызметтерімен танысу, жұмыс істеу принциптерін білу. Сабақтың жоспары World Wide Web түсінігімен танысу, HTTP хаттамасы, HTTP мен HTTPS айырмашылықтары, сервер, веб-сервер түсінігі және веб-сервер түрлерімен танысатын боламыз. World Wide Web интернет серверлерден алынатын құжаттарды гипермәтіндік пішін деп аталады. World Wide Web аудармасы бүкіл дүниежүзілік өрмек деген мағынаны білдіреді. Ең көп тараған интернет қызметінің бірі, және де қысқаша 3W деп атасақ та болады. Бұлар веб-серверде сақталады, және де жеке құжаттарды веб-бет деп атайды. Ол әртүрлі объектілер жиынынан тұратын құжат. Оның ішінде графикалық бейне, мәтін, мультимедиалық объектілер де болады. Әлемдік масштабтарда әр файлдың адресін URL-мен анықтайды. URL адресі 3 бөлікке бөлінеді. Біріншісі қолданбалы хаттаманың атын көрсету, мысалы HTTP қос нүкте. Екіншісі сервердің домендік белгісін көрсету, мысалы HTTP қос нүкте 3w.kaz.kz. Үшіншісі файлға баратын жолды көрсету. Веб-сервер браузерлерден сұраныс алып, HTTP байланысы арқылы жауабын жіберіп отырады. HTTP хаттамасы. Бұл дегеніміз, веб-сервер мен клиент арасында мәліметтерді жіберудің негізгі әрі аса қарапайым тәсілі. Веб және HTTP пайда болмай тұрып, интернетте файлдарды жіберу үшін енгізу, шығару, яғни input-output хаттамасы ретінде көбінесе FTP қолданылды. HTTP мен HTTPS-тің бір-бірінен айырмашылығын атап өтейік. HTTP интернетте HTML беттерін алмасу үшін арналған хаттама. Ал HTTPS интернетте HTML беттерін қауіпсіз алмасу үшін арналған хаттама. Яғни мына суретке көру арқылы біз бірден түсінсек болады. HTTP мәліметтерді ешқандай қорғамай жібереді, яғни ашық түрде. Ал HTTPS бұл біздің мәліметтерімізді, яғни мәліметтер базамызды хакерлер ұрлап алмау үшін, көшіріп алмау үшін интернет желісінде қауіпсіз түрде жіберіп отырады мәліметтерді. Сервер желіге қосылған және оның пайдаланушыларына белгілі қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін компьютер. Алдыңғы сабақта клиент және сервер түсінігімен танысқан болатынымыз. Енді бұл жердегі веб-сервер, ол веб-контентте мәліметтер қоры, құжаттар, тағы басқа интернет арқылы қол жеткізуге мүмкіндік беретін компьютер немесе бағдарламалық жасақтама. Веб-серверлер веб-сайттардың хостингінде мәліметтерді сақтау және тағы басқа мақсаттарда кеңінен қолданылады. Енді веб-серверлердің 3 түрі бар. Яғни компьютерімізде интернетке қосылмай-ақ серверде жұмыс істеуімізге болады. Олардың түрлері Denver, OpenServer және XAMPP. Denver бұл локальдық сервер, яғни Apache, PHP, MySQL және тағы басқа жұмыс істей алатын интернетке қосылмай-ақ сайт жасауға арналған программа. OpenServer Windows жұмыс істейтін компьютерде интернет болмаса да сайттарды жасауға, тексеруге көмектесетін портативті бағдарламалық пакет. XAMPP тегін кросс-платформалық веб-сервер пакеті. Осылардың ішінде біз OpenServerді қолданатын боламыз. Және де, егер де сіз сайтыңызды бірден интернетке орналастырғыңыз келсе, онда әрине хостингді компаниялардан өзіңіздің сайтыңызға арналған интернеттен орныңызды аласыз. Ол үшін мысалы hoster.kz, pc.kz, hosting.info сайттарынан өзіңізге қажетті домен мен хостингті 1 жылға немесе 1 айға сатып алып, сол жерде сайтыңызды жариялай аласыз. Енді сіздерге көрсетейін, мен жаңа айтып өттім, біз өзімізге OpenServerді орнатамыз. Мен осы видеоның астында OpenServerді қандай сайттан көшіріп жүктеп алуға болатыны жайлы сілтеме қалдырамын. Және де
біз жаңағы open серверді жүктеп алғаннан кейін, оны орнатқаннан кейін бізде мынандай папка ашылады: domains, modules, user data, және де open server 64, бұл дегеніміз 64 разрядты компьютерлерге арналған, ал open server 86 бұл 32 разрядты компьютерлерге арналған. Яғни өздеріңіздің ноутбуктарыңыздың разрядына байланысты open серверді қосатын боласыздар. Менде Windows 10 және де open серверде 64 разрядты ноутбук. Сол үшін мен осыны іске қосамын. Және де іске қосқан кезде екі рет шертеміз. Шертілгеннен кейін мына төменгі жақта бізде қызыл жалауша пайда болады. Яғни open серверіміз әлі өшік. Енді бұны қосу үшін бұны да екі рет шертемін. Запустить деген сіздерге көрінді ме? Батырмасын басамын. Сонда ойланды, сары жанды және жасыл жанған кезде бізде open серверіміз іске қосылды деген сөз. Неге жасыл жанды? Енді біз сайттарымызды мына domains деген папканың ішіне саламыз. Осы жерде сайттарымыз берілген. Сайттың ішінде, мына папканың ішінде мысалы біздің HTML құжатымыз, CSS, JS, PHP барлық құжаттар осы папкада, яғни сайтыңызда сақталады, және осы сайтыңыздың папкасын біз серверге саламыз. Және де қосатын болсақ, мысалы, мои сайты, осы жерден өзіңіздің сайтыңызды таңдайсыз. Сонда сізде бұл интернетке жарияламаған сайт, жариялау үшін айтып өттім, хостинговый компаниялардан сатып алып, домен хостингті интернетке саласыз. Ал егер де бірден интернетке салмай, оны бірінші жобалап, жасап, құрып алғаннан кейін сайтыңызды көру үшін біз оны open серверге саламыз. Бірақ HTML құжатын құрған кезде оны серверге салудың әзірге қажеті жоқ. Егер де WordPress-ті, жаңағыда PHP, MySQL-ді қолданатын болсаңыздар, онда open серверге салуымыз қажет. Менде уақыты бітті деп тұр, бағанадан қосылғаннан кейін. Бұл интернетке жүктелмеген, интернетке байланысты емес. Бұның жүктелу уақыты серверде орналасқаннан кейін сіздер бірден өзіңіздің компьютеріңізден көре аласыздар. Және де тағы да қайталап айтайын, бұл сайтыңызды сізден басқа ешкім көре алмайды. Себебі бұл серверде орналасқан, интернетте емес. Және де міне көріп тұрсыздар, бұл жердегі менің хаттамамда не защищено деп тұр, ешқандай хаттама жоқ. Егер де интернетке қосатын болсам, әрине HTTPS хаттамасын, доменімді және де хостингімді алам. Бұл жердегі guldana.kz дегеніміз сайтымыздың атауы, ешқандай домен ештеңеге берілмеген. Осындай сайттарды құруды алдыңғы сабақтарда үйренетін боламыз. Сервер жайлы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақта сіздер World Wide Web түсінігімен таныстыңыздар, HTTP хаттамасы жайлы білесіздер, HTTP мен HTTPS айырмашылықтарын ұқтыңыздар, веб-сервер түсінігін білесіздер, веб-сервер түрлерімен таныстыңыздар. Үй тапсырмасы сұрақтарға жауап беру. Бірінші сұрақ: клиент-сервер ұғымы туралы не білесіздер? Екінші сұрақ: HTTP гипермәтіні деген не? Үшінші сұрақ: веб-парақша деген не? Төртінші сұрақ: гиперсілтеме деген не? Бесінші сұрақ: 3W болу қандай мағына береді? Алтыншы сұрақ: алғаш рет желі ұғымын кімдер енгізді? Бұл сұрақтарға жауапты Moodle платформасына беріп, сол Moodle платформасына салыңыздар. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.